Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен бірге маковый пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирогты мен пирог емес, торт деп айтқан болар едім, себебі басқа торттардан да өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде отбасыларыңызға әзірлеп қуантыңыздар. Каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, лайктарыңызды басып кетсеңіздер, өте қатты қуанған болар едім. Ең алдымен жұмыртқаның сарысына шекер саламыз. Көрсетілген мөлшерде барлығын салыңыздар. Содан соң бөлме температурасындағы сармайды саламыз. Еріп тұрған сармай болуы қажет. Миксермен жақсылап араластырамыз. 2-3 минутта араластырсаңыздар жеткілікті. Содан соң көрсетілген мөлшердегі макты салатын боламыз. Макты жібітудің қажеті жоқ. Содан соң миндальный мука салатын боламыз. Миндальный мука кондитерлік, тортқа арналған дүкендерде сатылады. Егер болмай жатса, салмауға да болады. Содан соң разрыхлитель саламыз және көрсетілген мөлшердегі ұнымызды салып, жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамырын елейтін боламыз. Қамыр өзі өте жұмсақ, жабысқақ болады. Артық ұн салып жүрмеңіздер, себебі қатты болып кетуі мүмкін. Көрсетілген мөлшерде салыңыздар. Дәл осындай жұмсақ қамыр болады. Егер перчаткамен жұмыс жасасаңыздар, сіздерге өте ыңғайлы болады. Дәл осылай пергаменттің үстіне жақсылап бір келкі тегістеп жайып шығатын боламыз. Тоңазытқышқа салған жоқпын, қамырды бірден листке жайғастырып шықтым. Дәл осылай шеттерін тегістеп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай бір келкі болуы қажет. Бетінен пергамент бумага қойып, скалкамен жақсылап жайып шықсаңыздар да өте ыңғайлы болады. Ендеше тестаның үстіне біз меренге дайындап алатын боламыз. Холодильниктен алынған жұмыртқаларға бір ас қасықтан шекер салып отырып, жақсылап миксермен аппақ пенка болғанға дейін араластыратын боламыз. Бірден шекерді салып жібермейміз, себебі бізде жұмыртқаның ағы қоюланбай, сұйық болып қалуы мүмкін. Сол себепті бір ас қасықтан салып отырасыздар. Ыдысымызды төңкерген кезде осылай ағып кетпеуі қажет. Ендеше ұсақтап алынған грецкий орехымызды салып алатын боламыз. Орехты өте қатты ұсақтап жібермеңіздер. Орташа болған жақсы, жеген кезде білініп тұрған жақсы, дәмі өте әдемі болады. Ендеше тестамыздың үстіне жақсылап бір келкі жайып жағатын боламыз меренгамызды. Меренганы дәл осы тестамызды әзірлеп болғаннан соң жасауға кірісесіздер. Алдын ала жасап қоюға болмайды, суы шығып, ағып кетуі мүмкін. Тестамызды осылай листке жайғастырып болғаннан соң меренганы жасауға кірісесіздер. Дәл осы сәтте біздің духовкамыз 160 градуста қызып тұрған болуы қажет. Смек пештерде меренгалар өте жақсы шығатын болады. Егер қарапайым пеш болатын болса, алғашқы 20 минутына 160 градуста пісіресіздер, бетін ашпайсыздар, содан соң градусты бірден 80 градусқа түсіресіздер. Қалған 30 минутын солай 80 градуста пісірсеңіздер, осылай қатты болып, әдемі болып шығатын болады меренгаларыңыз. Ендеше жақсылап суып алғаннан соң, дәл осылай ортасынан екіге бөліп алатын боламыз. Меренганың беті осылай қатты болып шығатын болады, хрустящий болып. Ол өте дәмді болып шығады тортымызды жинаған кезде. Ендеше кремді дайындауға кірісеміз. Бізге творожный сыр қажет. Мен холодильниктен алдым бірден. Содан соң үстінен шекер салатын боламыз. Не болмаса сахарный пудра салып, бір келкі жақсылап араластырып аламыз. Творожный сырды бір келкі араластырып алсаңыздар, кремімізде түйіршіктер болмайды. Содан соң үстінен салқын холодильниктен алынған сливкемізді құятын боламыз. Төменде барлығын мөлшерін көрсетіп кеттім, описанияда көрсеңіздер болады. Ендеше сливкеміз қатты қою болғанға дейін жақсылап тоқтатпай араластыратын боламыз. Бірінші баяу скоростта араластырдым, содан соң жоғары скоростқа қойып, қоюланғанға дейін араластырасыздар. Тортымызды жинауға кірісетін боламыз. Бізге дәл осылай кондитерлік мешок қажет емес. Қалауларыңызға қарай қасықпен алып бетіне бір келкі жағып шықсаңыздар да болады. Мен кішкене ыңғайлы болсын деп осылай жасадым. Кондитерлік мешокқа салып бір келкі жағып шықтым. Содан соң мен кішкене кремді көбірек етіп жасадым, себебі кремі көбірек тортты біздің отбасымызда балалар өте қатты жақсы көреді. Кремін аз жасайтын болсам, балалар онша сүйіп жемейді. Сол себепті мен кремді көбірек етіп жасадым. Егер сіздер қалауларыңызға қарай, мен төменде описанияда жазып кеттім. Негізгі тортқа қажет болатын кремнің, сливкидің, творожный сырдың мөлшерлерін барлығын толықтай жазып кеттім. Сол мөлшерде жасасаңыздар, артық крем болмайды, яғни көп болмайды. Мен кішкене одан көбірек жасадым, себебі балалар өте қатты жақсы көреді. Қалауыңызға қарай торттың арасына қалаған жемістеріңізді ұсақтап турап салуларыңызға болады. Мен клубника салдым. Және екінші коржымызды бетіне қойып, кремнің үстіне. Содан соң бетінен осылай қалауыңызға қарай сәндеп шығатын боласыздар. Мен креммен осылай үлкен гүлдер жасап шықтым. Тортымыздың негізгі көрінісін әдемі етіп тұрған ол біздің меренгамыз. Дәл осылай беткі жағы сынық, яғни жарылған күйде өте әдемі әрі өте дәмді болып шығатын болады.
сіздер оны жарылып кетті деп уайымдап жүрмеңіздер. Негізгі оригинал рецепті дәл солай жарылған күйде болады. Содан соң беткі жағына қалаған жемістеріңізді қойып сәндеулеріңізге болады. Мен негізі бірінші бұл осы меренговый тортты, яғни пирогты жеп көрген кезімде таң қалдым, өте дәмді. Мен бұны пирог емес, торт деп айтқан болар едім, себебі кейбір торттардан да өте дәмді болып шығады. Қазір сіздерге мен ішкі жағын кесіп көрсететін боламын. Дәмі басқа пирогтардан да өте ерекше, қазіргі таңда өте хит болып жатыр. Трендтегі бұл тәттіні пирогты міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Тортымыздың кремін молынан жасадым. Меренгасы кішкене хрустящий болады, және тестасы орташа жұмсақтау болады. Холодильникке қойып қоятын болсаңыздар, жаңағы тортымызды жасап болғаннан соң 1-2 сағаттан соң кесіп дастарханға тартуларыңызға болады. Мен сіздерге кесіп шығып көрсеттім. Көріп тұрғандарыңыздай тәбеті өте ашарлықтай болады. Дәмін мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, лайктарыңызды басып, төменде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.